Мені 21 жасымда ауылдың баласы алып қашты. Үйдегілер барған жеріңде қал деген соң қалдым. Өзім қаланың қызы болған соң ауылға үйрену оңай болмады. Уақыт емші дейді ғой, бәріне де үйрендік. Таңертең 5-те тұрып сиыр сауу, қазан ошақ бәрі менің мойнымда болды. Сол шаңырақтың жалғыз келіні болдым. Себебі жолдасым жалғыз ұлдары. Бір жылдан кейін қызыма жүкті болдым. Қызымды кесармен босанған едім. Ота кезінде жатырыма қатты зақым келіп алып тастапты. Қызым айнымаған өзім. Сол кездері қатты қиналдым. Енді сәби туа алмайтыныма жолдасым мен енем барынша мені қолдау көрсетіп, мені жұбатты. Қызым 2 жасқа толған соң қалаға көшіп келдік. Бір күні енем бөлмесіне шақырып алып, қызым, сені түсінемін, саған оңай емес. Бірақ ұлыма тоқал әперуім керек. Сен қыз тудың, әрі енді бала көтере алмайсың. Ұлымның артында ұрпағы қалу керек дейді. Дәл сол сәтте менің жүрегім қарс айырылды. Түнімен жылап енемнің сөздерін ой елегінен өткіздім. Енемнің сөздерінің жаны бар екенін ұқтым. Енеме оның сөздерін құптайтынымды айттым. Жолдасыма енем өз ойын айтып еді, басында қарсы болды. Бірақ ақыры енем оны көндірді. Бір айдан кейін жолдасым тоқалын алды. Алған тоқалы жап-жас әдемі екен. Қанша дегенмен әйелімін ғой. Ішім күйіп, жолдасыма қатты ренжіп жүрмін. Тоқалмен басында ара қатынасымыз жақсы болды. Кейін ол ұл баланы өмірге әкелді. Қайын жұртым қатты қуанып, ұлан асыр той жасады. Барлығының көңілі соларға ауды. Қызым екеумізге ешкім қарамайтын. Жолдасымның тоқалы да сол сәттен бастап өзінше бола бастады. Мен жұмысқа кеткенде қызымды ұрсады екен. Енем де бұны білмейді екен. Ол қайынәпкемнің балаларын бағуға кететін. Мен ештеңеге қарамай жолдасыма барлығын айтып бердім. Ал ол болса басқа қалаларға іс сапармен жұмысқа баратын. Сол үшін де ештеңеден хабары болмады. Жолдасымның тоқалы барлық ісі үшін жазасын алды. Сонда да қоймайды, жолдасым екеуміздің арамызға ол от салғысы келетін. Себебі жолдасым мені оған қарағанда қатты жақсы көріп сыйлайтын. Ал ол тоқал болса бізді көре алмайтын. Бірақ онысынан түк шықпады. Уақыт өте келе ол әйел шектен шыға бастады. Мен жолдасыма қызымды алып бөлек шығатынымды айттым. Себебі күнде ана елмен ұрыс болатын. Мен жолдасыма онысының барлығын қызыма кері әсер етіп жатқанын, әрі қатты шаршағанымды айтып бөлек шығып кеттім. Сол кезден бастап барлығы дұрыстала бастады. Тұйық қызым бұрынғыдай еркелеп, мінезі де ашыла бастады. Әр демалыс күндері жолдасым бар уақытын бізге арнайтын. Жолдасым бар жағдайымызды жасады. Үй, машина барлығын әперді. Аллаға шүкір әрине. Қазір мен 39 жастамын. Қызым 16 жаста. Қызым өте әдемі, ақылды қыз болып өсіп келеді. Астана қаласында тұрамыз. Келесі жылы қызым Құдай қаласа мектебін бітіреді. Ал жолдасым тоқалы екеуінің 2 ұлы, 1 қыздары бар. Қызым бауырларымен жақсы араласады. Бірақ жолдасымның тоқалы қызымды ұнатпайды. Кейде әдейі анау әйел жолдасым мен қызымның арасына от салады. Қызымды әкесіне жаман атты қылып көрсеткісі келеді. Қызым болса әкесімен ұрысқан күндері үйге жылап келеді. Анау әйелге қатты жыным келіп тұр. Жасаған жақсылықты түк түсінбейді. Жолдасым негізі менімен тұрам деген, бірақ менің балам әкесінен бөлек тұрса да, сол әйелдің балалары әкесімен тұрсын дедім. Жолдасымды сол әйелмен тұруға көндірдім. Ол әйел ешбір жақсылықты түсінбейді. Ол әйел де біреудің обалына қалып бақытты бола қоймас. Жолдасыма ол әйелге сенбе десем де болар емес. Ол өзгерген дейді. Ал мен болсам оның өзгерген ештеңесін көрмедім. Байғұс қызым сол әйелдің кесірінен негізсіз әкесінен ұрыс естиді. Аралары күннен күнге алыстап барады. Бұрынғы әкесі мен қызы сияқты емес. Оқу жылы басталды. Қызым әкесімен ұрысып, қалғанына қатты күйзеліп жүре, әрі мектеп бітіреді. Осының бәрі сабағына кері әсер ете ме деп қорқам. Әкесі екеуін қалай татуластырсам екен? Ех, өмір-ай, мен тек сіздермен ішіме сыймай жүрген сырымды бөліскім келді. Қызымның жабырқаулы жүзін көріп, жүрегім қатты ауырып жүр.
егер барлығы менің қолымда болатын болса, сол кезде қызымды босанғаннан кейін барлығы жақсы болатын болса, жолдасыма ұлды да қызды да өзім босанып берер едім. Ешқандай да тоқал алуына рұқсат етпес едім.